Ассаламу алейкум. Мен бүгін сіздерге қауын құртты қалай жасайтынымды көрсетемін. Ол үшін желінбеген қауынды және қауынның қыртысын, сыртқы қабығын жұқалап ашып аламыз. Қауынның қыртысын майда етіп турап аламыз. Туралған қауын қыртысын үлкен қазанға саламыз. Қауын құртымыз тәтті болу үшін жарты стакан қант сеуіп, бетін 1 сағат жауып қоямыз. 1 сағаттан соң қауынның сөлі бөлінгеннен кейін қазанымызды отқа қойып қайнатамыз. Орташа қызуда 1 ас қасық ванилин саламыз. Қауынның қыртысының сөлі тартылғанша жақсылап астын күйдіріп алмай жиі араластыра отырып қайнатамыз. Қауынның сөлі тартылған соң қазан астын өшіріп суытып аламыз. Суыған соң езгішпен еземіз. Үлкен ас қасықпен қауын құртымызға пішім бере отырып пергамент қағазына орналастырамыз. Қауын құрттарымызды құрт кептіргіште немесе бетін марлемен жауып, желді жерге қойып 1 апта кептіріп аламыз. Өте дәмді және пайдалы қауын құрттарымыз 1 аптадан соң дайын болды.